қазақстандықтар бөтен электронды цифрлы кілтті пайдаланғаны үшін жауапкершілікке тартылатын болады. Енді жеке және заңды тұлғалардың дербес деректерін қорғау және электрондық цифрлық қолтаңбасын басқа біреудің пайдалану үшін жасалған бұзушылыққа жауапкершілік 2 айдан 1 жылға дейін ұзартылды. Бұл жаңа нормалар 2025 жылғы 13 наурыздан бастап күшіне енді. Сонымен қатар, дербес деректер және оларды қорғау туралы заңнаманы бұзу, атап айтқанда, дербес деректерді заңсыз жинау, өңдеу, оларды қорғау шараларын сақтамау Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 79 бабы бойынша әкімшілік айыппұлдардың мөлшері 3 есе ұлғайтылады. Бұрын айыппұлдар құқық бұзушылықтың құрамына және кәсіпкерлік субъектінің санатына байланысты 10-нан 1000 айлық көрсеткішке дейін болса, қазір 1-ден 30-дан 2000 айлық көрсеткішке дейін ұлғайтылды. Бұдан бөлек, Қазақстан Республикасының электрондық құжат және де электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасын бұзғаны үшін осы әкімшілік кодекстің 640 бабы бойынша жаңа әкімшілік құқық бұзушылық түрі күшіне енді. Енді басқа адамның электрондық цифрлы кілтін пайдаланған үшін әкімшілік жауапкершілік қарастырылады. Бұған дейін әкімшілік жауапкершілік тек қана үшінші тұлғаларға заңсыз беру және оны қорғау бойынша тіркеу куәлігінің иесі тарапынан қажетті шараларды қабылдамау жағдайларына ғана қолданылатын. Енді осы электронды цифрлы кілтті берген адамда, оны пайдаланған тұлғада жауапкершілікке тартылатын болады. Қабылданған шаралар азаматтардың жеке деректерін қорғауды күшейтуге, электронды цифрлық қолтаңбаны пайдалану қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және де электронды цифрлық қолтаңбаға байланысты алаяқтық әрекеттерді азайтуға, сондай-ақ ақпараттандыру саласындағы бұзушылықтар үшін жауапкершілікті арттыруға бағытталған.